Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Каналыма хош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қуырылған тұшпара жасайтын боламыз. Ол үшін каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Одан соң бір кесе суымызды құямыз. Және бір кесе сүтімізді құямыз. Және жақсылап араластырамыз. Одан соң бір шай қасық тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Одан соң бір шай қасық разрыхителімізді саламыз. Және тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Ең соңында осылай сармайымызды салатын боламыз. Сармайымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Одан соң електен өткізілген ұнымызды салатын боламыз. Жақсылап қамыр илейтін боламыз. Жұмсақ әрі жылтыр қамыр дайындауымыз қажет болады. Ұнымызды бірден барлығын салмаймыз. Осылай бөліп салатын боламыз. Қамырымыз бірден салатын болсақ, қатты болып қалуы мүмкін. Бізде осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр дайын болды. Енді бұл қамырымызды 10 минутқа тұндырып қоямыз. Бізде осындай қамыр дайын болды. Он минуттан кейін қамырымызды екіге бөлеміз. Осындай жұмсақ, жылтыр болу қажет. Және осылай теңдей екіге бөлеміз. Екіге бөлгеннен кейін тағы 10 минутқа тұндырып қоямыз. Келесі кезекте қамырымызды жайып аламыз. Өте қатты жұқа болмау қажет, және қалың да болмау қажет. Орташа деңгейде қамырымызды жақсылап жайып аламыз. Бұл пельмен бауырсақты көбінесе тойларда, самсалардың қасына қоюға өте ыңғайлы, және дастарханның сәнін келтіретін тұшпараларымыз болып саналады. Және жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Қамырымызға ұнды өте көп қостық, себебі жабысып қалуы мүмкін. Қамырымызды домалақ қылып,
орташа деңгейде жақсылап жайып алатын боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Осындай көлемде болу қажет. Және осындай пышақпен кесіп аламыз. Өте әдемі болады түйген кезде. Сізде де бұндай жоқ болса, кәдімгі үй жағдайындағы пышақпен кессеңіздер болады. Осылай кесіп аламыз. Және қамырымызды үлкенірек қылып кесеміз. Кішкене пельмен бауырсағымыз үлкен болу қажет. Осындай картошкаларымызды қайнатамыз. Тек тұз қосамыз. Еземіз, тұз қосамыз, және осындай бізде картошка дайын болады. Қайнатылған картошка. Соны пельменіміздің қамырына салып, осылай әдемі етіп түйеміз. Бізде осындай көлемдегі пельмен бауырсақтар шығу қажет. Өте әдемі. Барлығын осылай біркелкі етіп түйіп шығамыз. Картопты өз ыңғайларыңызға қарай саласыздар. Өте көп салуға да болмайды. Осындай әдемі пельмендеріміз шығады бізде. Міне біз пельмендерімізді түйіп болдық. Дайын. Енді қызып тұрған майымызда қуыратын боламыз. Пельмен бауырсақтардың түйілгенін морозильникте сақтасаңыздар болады. Қонақ келген кезде тезірек қуырып алғанға өте жақсы. Осылай қызып тұрған майға жақсылап қуырып аламыз. Осылай сарғыш түске енгенше майдың астында қуырамыз. Осылай әдемі сап-сары түсте болу қажет. Сонда дастарханында да әдемі көрінетін болады. Қатты қызартып пісірудің қажеті жоқ. Осылай аламыз майдан. Міне біздің тұшпарларымыз дайын. Осылай сарғыш түсте болу қажет. Әдемі қытырлақ болып пісіп шығады. Рецепт ұнаса үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады. Каналыма лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Ас болсын, сау болыңыздар.